Мен Жагоров Нұршатқан, Ақсай ауылының тұрғынымын, 30-шы көшенің тұрғынымын. Біздерде қазір шешілмей тұрған мәселе, біздер 2020 жылы осы Ақсай селосынан жер алған болатынбыз. Сол қазіргі таңда алған жерімізге құрылысқа рұқсат ала алмай отыр. 2020 жылы Госакты алдық. Госакты алғаннан кейін үй салатындар үй салып, шағын вірмяк салатындар вірмяксын салып, документін алып алды. 2023-тен бастап бұл жерге қауіпті аймақта жатсыздар, себебі сіздердің үйлеріңіздің арттарыңызда мұнайдың құбыры өтіп жатыр деп бізге хабар берді. Бұл жер красный зона, сіздер тұра алмайсыздар деп. Біздер айтамыз, біз неге 2016-тан бері бұл жер красный зона деп айтады. Біз қалай 2016-тан красный зона? Біздер 2020 жылы бұл жердің постоянно Госакта жер бердіңіздер ғой. Үйге документ беріңіздер. 2023-тен бастап бұл қалай красный зона өтіп кетеді десек, оны білмеген кезінде бізден аш екпе кетті, қате кетті. Бұл жерге тұруға болмайды дейді. Біз енді бұл жерде жиналып отқан халықтың бәрінің өтініші, үй салып қойған адамдарға, үй салмай отқан адамдардың бәрін документті алу, разрешение беруді сұрайды. Бармаған жеріміз жоқ. Қалалық, облыстық әкімдікке, прокуратура, антикор барлығына өтінішпен арыз жаздық. Барлығы бізді земельныйға жіберіп тұр, земельный шешеді деп. Бірақ онымен земельный бізге бұл жерге красный зона деп отказ беріп тұр. Оны сотпен шешесіздер дейді. Соттасып та көрдік. Арамызда бір көршілеріміз 3 рет соттасқан, 3-інде де ұтылып қалған. Бұл жерде ештеңе істей алмайсыңдар дейді. Енді біз бұл жерде үйде сала алмаймыз, үйімізде сата алмаймыз. Енді отырмыз. Үйі барлар, документ алғандар тұра бере алады. Тұра бересіздер дейді, ештеңе жоқ дейді. Ал егер мына енді құрылыс жасайын тұрған кісілер, жерін алып қойып салмайтын кісілер болады, жер постоянно Госакты. Салайын десе, құрылысқа рұқсат жоқ, АПЗ-ға рұқсат жоқ. Үй салып қойған адамдар документ ала алмай отыр. Қаншама адам үйлерін салып қойды. Қазір красный зона деген үйлерін бітірмей тоқтатып қойды. Ол кісілер квартира жалдап, жерде жүр, үй дейтін ана красный зона болғасын ештеңе істей алмай отыр. Бұл шаруаны шеше алмай жүргеніне 2 жылдай жуық уақыт өтті. Есімім Менешева Науша Құрмашқызы болам, Ақжар 2-нің тұрғыны болам. 2020 жылы Кенжебеков Айдос Далафовичтан осы жерден жер сатып алғанмын, балама деп. Содан 22 жылы банағы жерді қолымда акытым болды, сосын купли-продажы болды, бәріне ақша төледім, через нотариус арқылы бәрі заңды түрінде. Сон 2022 жылы үй бастадым, сол актпен. Сол 22 жылдың үй салғаннан кейін жер қатынасына бардым. Жер қатынасына барғанда сізге үй салуға болмайды деп. Сосын мен айттым, мен деген бұл жерді сатып алдым, деген. Сол мезгілде деген 2020 жылы сатып алғаннан кейін 22 жылы салып тұрмын ғой. 22 жылы содан кейін разрешение берген жоқ. 22 жылы салып қойдық. Адвокатта жалдадым, деген. Қазіргі күнде 2-3 жылдан бері қарай бармаған жерім жоқ, баспаған тауым жоқ. Бірақ та өкінішке орай ешқайсысы қанағаттанарлық жауап ала алмадым. Жер қатынасынан да, қала әкімінен де. Сондықтан да маған осыны қала әкімі. Сұрайсыз апа енді, кімнің қатесі деп ойлайсыз, кім жауап беру керек деп ойлайсыз? Енді осы жерге кезінде мысалға деген документ берген кісі халық алдында жауап берсін деп ойлаймын. Мысалға енді үйімді салып қойдым, мысалға төбесін көтеріп қойдым. Мысалға деген маған да оңай болған жоқ. Өзім зейнеткер болсам да осы балдарым үйде болсын деп кредит алып, осы үйді салдым, сөздің шыны керек. Төбесін көтеріп қойдым, тек қана почти 40% жасап қойдым үйімді. Бірақ оң жағымда көршімнен сұрасам, оң жағымда көршім майда 2022 жылы майда разрешение алған. Сосын мен де бардым ғой, үйінде барып едім, маған жоқ, сізге разрешение берілмейді деді. Сосын мен айттым, көршім алады, маған неге берілмедіңіз дедім. Содан бері қарай міне бүгінгі күнге дейін 25 жылға дейін ешқандай әкімнен де, соттан да ешқандай қанағаттанарлық жауап ала алмай отырмын. Енді мысалға салып қойдым, мен мысалға маған соған разрешение берсін, үйімді ары қарай жалғастыруға, салуға. Басқа не сұраймын? Енді мен мысалға салып қойып ол үйді не істеймін? Мен оған мысалға бірталай қаражатым кетті. Мысалға деген, мен оны оңайлықпен салған жоқпын, енді өздеріңіз де білесіздер ғой, қазір мысалға деген бәрі қымбат, тасты да бәрінде сөздің шыны керек, бәрін кредит алып салдым үйімді. Енді разрешение берсін деп ойлаймын, осы жалғыз мен емес, осы көше мына 30-шы көшеге әкімдер мысалға, кімдер мысалға кезінде мысалға берген адамдар сол жерді берсін деп есептеймін деген.
Мен Қонашева Анжу Қуанайқызы. Біз 2020 жылы өзіміздің жолдасымыз екеуміздің жинағымызбен осы жерден жер алғанбыз. 10 соттық постоянный госактпен нотариус арқылы бәрін алғанбыз. Бірақ біздер ол үйді салған жоқпыз. Қаражат жағдайымызға байланысты тек жер тұрды. Бірақ су, газ, светін бәрін тартып қойдық. Онда проблема болған жоқ алған жағдайда. Енді біз 23-24 жылдары үйді салайық десек, уже бізге құрылысқа рұқсат жоқ. Біздерге неге бермей тұр? Бізге құрылыс жоқ. Біздің оң жағымыз, сол жағымыз үй салып алды. Екі жағымызда көрші салып алды. Біздер енді құрылыс бастайық десек, біздерге рұқсат жоқ. Сол енді біздер сұрайтынымыз әкімдіктен, облыстан бізге рұқсат берсін салуға. Біздер енді бәрі салып алды да, айналамыз біздер қалып қойып тұр ортасында, шыны керек. Мына айналамыздың екі жағымыз салып алды. Бірақ енді осы қатарда көбі салып алған. Бірақ біздер енді бастайтын кезде уже бастай алмай тұрық, шыны керек. Біздер енді сұраймыз, шешіп берсін, или үкіметке өтсін мына жері, или бізге құрылысқа рұқсат берсін. Біздер енді былай қарап тұрсақ, осы жерді қандай еңбекпен алғанымыз, шыны керек, өте үлкен еңбекпен алдық. Бәріңіз бір адамнан сатып алғанда арзанға шыққан жоқ па? Сол себепті. Білмеймін, ол жағын жолдасым сатып алды, ол басы миллион 700-ге алды. Енді ол нарық бағасымен санағанда арзандау ма? Бір ешқандай күдік болған жоқ па? Енді 2017 жылдары енді ол кездері нормальный цена ғой, миллион деген ол кезде көп цена ғой енді. Қазір енді біз не құрылыс алаңын сала алмай отырық, сол біздің проблемамыз. Не істейсіздер бұл жерден? Тастап кете бермейсіздер? Тастамаймыз енді, сол ғой енді бізге айтып тұрған. Біз өзіміз сатып алыптық, тегін берілген жер болса екен, жақсы тапсыратын. Біз өзіміздің еңбегімізді сатып алып тұрған жер ғой. Енді біз оны тастап кете алмаймыз ғой. Бәріміз де осы кісіден алып тұрмыз. Кенжебеков Айдос дегеннен. Атырау қаласының бас жоспары орталығы коммуналдық мемлекет мекемесінің құқық және персоналды басқару бөлімінің басшысы. Біздерге бұл мәселе бойынша кезінде мәселе бойынша бұл егін алқабына берген болатын. Яғни бұл жерде мұнай қай жылы? Қазір уақытта менде нақты ақпарат жоқ, қашан берілген, бірақ мұнай құбыры салғаннан кейін берілген болатын бұл жерде. Мұнай құбырын салған кезде егін егістік алқасына ол жерге рұқсат алуға мұнай құбырының ешқандай қажеті жоқ. Яғни мұнай құбырының қазір уақытта біздер бас тартып отырған себебіміз құрылыс салуға рұқсат бермеуге. Содан кейін келеді ол жер учаскесінің бұрынғы иесі ол жерді бірнеше жер учаскесіне бөліп нысаналы мақсатын тұрғын үйлер массивіне ауыстырған болады. Қазір уақытта біздер осы нелерді көріп 2022 жылға дейін Атырау қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімімен тұрғын үй құрылысын салуға бірнеше үйлерге рұқсаттарын берген болатынбыз. Алайда мұнай құбырының иесі Қазтрансойл акционерлік қоғамымен біздің берген тұрғын үйге рұқсат берген құжаттардың күштерін жойған болатын. Қазір уақытта Қазтрансойлардың берген соттың талабын периодициясын басшылық қалап. Кезінде неше гектар жерді кәсіпкер алған, сонда кәсіпкер егіндік мақсатта алған. 2 гектар жер алған. Оны манағыда айтып отырғандай 10 соттықтен 20 жер учаскесіне бөлген болатын. Нысаналы мақсатын тұрғын үйлер массивіне ауыстырылған. Кәсіпкер егінге алған. Сосын өзі қолданбаған ба, не істеген? Оны пайдаланған, оны кім айтпаса, қай шақты ауылы отырған. Кәсіпкер сатып тұр ғой, тұрғындарға. Кәсіпкер сатқан, біздер жер қатынастар бөлім немесе әкімшілік жергілікті атқарушы органдар бұл кісілерге тұрғын үй салуға құжаттар берген жоқ. Бұл жер беріп отырған нысаналы мақсатын өзгертіп, ары қарай құжаттарын сұратқан себебімді сол ғой. Танысып алайын деп. Қазір қолданда несі бар? Сатып алу шарты бар. Кенжебеков айтты. Нысаналы мақсатын кім өзгерткен? Нысаналы мақсатын кезінде Атырау қаласының қалалық құрылыс сәулет және бөлімі. Кім ол? Қай жыл? 20-шы жыл ма? Примерно сондай жылдар 2020-22 жылдар аралығында болған нәрсе. Сол мәселемен келеді. Біздер қазір уақытта негізгі қазіргі бізге бас тарту себебіміз соттың шешімі басшылық қалып отыр. Басқа адамға берген нәрсеміздің күштерін жойған себебінен, яғни бұл жерде адам өміріне қауіп бар дейтін нәрсені айтып отыр. Содан кейін біздер бас тартқан болатынбыз. Егінге бердіңдер ғой. Егінге берілген. Егінге бердіңдер. Абзал түсінбейсің, Жақсыбек есімің. Осы жерде мені мына жерде пустой жерім жатыр. 9 жыл бері қарайсыз ба? Жерді қарап отырмын ғой. 9 жыл мен квартира жалдадым. Содан кейін кредитпен алдым мына жерден. Босақтым, постоянный құрылысқа рұқсаты бар документінде. Енді ол кезде мен жағдайым болған жоқ үй салатын. Үй салған кісілер үй салып алды.
документ берді бұл кісілерге, түсініксіз ба? түсінікті. Документ берді. Енді келіп мен үй салайын десем, маған бермейді документ. Мұнай Не үшін? Мен не кінәм бар? Сатып алдым, купли продажым бар, актым бар, құрылысқа қағазым бар. Енді не жасырайсыздар? қандай құрылысқа? Құрылысқа документімде, менің документімде, актімде, сәулет жоспарлау тапсырмасы бар ма? егін деп ештеңе жазылған жоқ. Құрылысқа салуға кәдімгі ежес қағазым бар, актімде. Жер учаскесіне, жер учаскесіне құрылысқа салуға бізде әлі рұқсат берген жоқпыз ғой. Салып алған кісілер бар ғой мен. Постоянный госактым бар. Енді оны айтып отырық қой, қараңыздар. Постоянный госактым бар. Мәселе мындай болды. Временный емес, актым постоянный. Біздер оны жасырын нәрсе емес, біздерде болды. Бір кісінің қателігі үшін, мына кісілердің бәрі не үшін кінәлі? 2022 жылға ол кісілерге сот шешім шығарады, айтып қойын мен. Сот шешімі бойынша айтады. И өтініш бойынша жаздық, прокуратура, антикор бәріне жаздық. Олар айтады, бізге мана кезіндегі ашекпе үшін сол кісіге сөгіс жариялаймыз дейді. Ол кісі бар ма жоқ па, мен кінәм жоқ. Ол кісі қажетті жоқ маған. Документім бар менің, актым бар. Не үшін мен үй сала алмаймын? Енді соны айтыңызшы. Сіздерге нысаналы мақсатын, сіздерге нысаналы мақсатын өзгерткен мысалы тұлғаға қатысты мен еш нәрсе айта алмаймын. Себебі менің міндетіме де компетенцияме кірмейді ондай нәрсе. Қозғау неге берді, қалай берді? Мына жерде именно құрылысқа қазір уақытта неге рұқсат бермей тұрған туралы айтып отыр. Біздер 2022 жылы Азаматша Шаукенова дейтін азаматша сотқа талап арыз берген болатын. Яғни мұнай құбырын ығыстыру жөнінде. Содан кейін бұл мәселе басталды. Қазтрансойл акционерлік қоғамы бұл мұнай құбырының иесі сотқа талап арыз берді. Яғни Шаукеноваға берген сәулеттік жоспарлау тапсырмасын және эскиздік жобаның күшін жою туралы. Осы мәселе қозғалғаннан кейін бүкіл Азамат Шаукенова берген нысанал мақсатымен сәулет жоспарлау тапсырмасы мен эскиздік жобаның күшін жойылғаннан кейін біздер осы мәселеге тоқтату туралы шешім қабылдады. Қазіргі уақытта ешқандай құрылыс иесіне манағы мұнай құбырында орналасқан жер учаскесіне қатысты құрылысқа ешқандай рұқсат беріп жатқан жоқ. Қазіргі таңда ғой. Біз естейміз. Қазіргі таңда. Үй салып қойғанда не Қазіргі Енді ол мәселе мындай болды. Шаукеноваға қазіргі уақытта бізге басқа жер учаскесін, тепе-тең жер учаскесін беру мәселесі қарастырып, ол кісіге қаяқтан Ақсайдан ба? Ақсайдан тепе-тең жер учаскесін берілген болады. Үй тұр. Енді қараңыз. Үйді салуға рұқсат алдыңыздар ма? Жоқ. Енді қараңыздар, енді мен айтып алайын. Үй салуға бірінші сәулет жоспарлау тапсырмасын алады. Эскиздік жобасын бекітеді. Содан кейін барып құрылыс бастайды. Құрылыс бастағаннан кейін барып, ары қарай өз жауапкершілікті әкімшіліктің өзі мойнына алады. Мен де эскиздік планмен бәрін салдым. Салынған бөлек, рұқсат алынған бөлек. Бекітуіміз керек. Сәулет және қала құрылысы бөлімі. Үйге бермей тұр ғой енді мен. Құрылыс қандайға бар? Временкісінің документі бәрі бар. Енді алдынан үй салып. Енді соны қарап, соны манағы мәселе бойынша айтып анықтап алайыншы деп сол ғой енді. Үй салмай отырқ қой. Не жазыңыздар біздің, соны айтыңызшы. Бекітілген ба? Бекітілген. Қайсы? Рұқсаты бар. Міне, иә. Жоқ, менде времякімде бар. Времякім мысалы, енді алдыма үлкен үй саламын десе. Қай бекіткені қайсы? Бекіту бар ма? Меншік иесі дейді міне. Қараңызшы. Өзіңіз біздің орнымызға қойып қараңызшы. Мынаған бекіткені қайда? Бөлім печеті бар. Бізге қалай берді? Бізде осылай беріп тұр ғой, болды дайым. Енді бұны қараңыз. Бұған неге кезінде алдық, қазір неге ала алмадық дейтін мәселе манағы ғой енді. Азаматша Шаукеноваға қатысты сіз туралы осы жерде тұрады, оған да рұқсат бердік, барлықтарына рұқсат бердік, сәулет бөлімінің кезінде берілген. Енді келеді 2022-де соттың шешімімен бүкіл мәселенің барын күштерін жойып бастайды. Содан кейін бар біз өзі тоқтатып отырған себебіміз осы. Жақсы, онда мына енді біз салып қойған адамдар үйімізді жер береді деп тұрсыз мысалы. Үйімізді көтеріп кете алмаймыз, қаншама миллиондаған ақша жиған терген. Енді ол азаматтық кодексінің рәсімдеріне сәйкес, яғни келтірген шығындар сот тәртібімен өндіруге құқығыңыз бар. Манағыдай толықшамай қалып тұр ғой біз барғанда, бізге не істемей тұр ғой, земельныйға жауып тұр ғой. Анда барамыз, естік жауып, мұнда барып сіз былай дейсіз. Енді соттың өкілеттілігіне мен қанағаттандыратын мен оған араласа алмаймын. Негізі мен сізге жолын айтып отырмын. Қандай жолы бар? Мана азаматтық кодекстің талаптарына сәйкес азаматтық қалалық сотқа азаматтық талап бере аласыз. Мана келтірілген сот шығыны. Одан не жоқ? Бұл жерде енді жергілікті атқарушы орган болады. Бәрі басын алып қашып тұр ғой. Мен жауап бере алмаймын, сол себептен айтып отырмын. Мен берілген, рұқсат берген құжаттарға сөйлеу. Бір жағына шығарып берсеңіздерші, қараған халықты дейді, мына жерде сарнатып қоймайсыздар ғой.
не полный үйдің ақшасын беріңіздер мына жерде. Біз дейтін жиған тергенімізді сонда далаға кетіп қала бермейді. сол үшін енді сол үшін зона тұрмайсыңдар. сол біздер енді қазіргі уақытта архитектура бөлімі тек қана құрылысқа ғана рұқсаттарды айтып отыр, иә. Сонда соны жауап берейін. Тұрғындарға обращение қалалық мана Қайыршақ ауылдық округі. Обращение сол бердік. қалада не істейсіз? Сот шешімі бойынша Анда барасың, мында барасың, бәрі. Айтып отырмын ғой. 2021 сізде документтеріңіз бар ғой? Түгіл, тек паспорт Бар ғой. Енді сізге қандай кедергі болып жатыр? Кедергі жоқ. болашақта не болады, мен премия саламын алдыға. Мысалы үйім кіріп отырмын түгіл. Заң түрде бәрін төлеп отыр. Беріңізші. Мынанша біздер оң жағымен, менің сол жағым үй салып отыр, ортасында біз үй сала алмай отырмыз. Екі жағынан рұқсат бар, бізге неге рұқсат жоқ. Мана Мен қараңыз. 10 сотық жерде еркен сатып отқан жоқ. Мен сізге қазір соттың шешімін оқып бере аламын, адам өмірі Соттың шешімін біз көріп тұрық, біз Енді сол нәрсені басшылыққа аламыз. Жоқ, енді басшылыққа ала отырған сот бізге шешіп бермей отыр ғой. Біз енді біз қайда барып тұрамыз? Енді оны мана қалалық Барып тұрамыз. Қайыршақ ауылдық округіне әкімдігіне бармасаңыздар? Ол әкім қалай шешеді, ол өкір шеше алмай отырғанда. Әкем төлей алмай отыр. Бұл жер 2016-тан бастап дейді. Красный зона жатыр. Земельныйдікі дұрыс дейді. Мен айтамын, онда 2016-тан болатын болса, 2020-да бізге неге онда времянка рұқсат береді? Кезіндегі айтып отырмын ба? Мына жерде айтамын. Иә. Онда біз 22-де жасап алдық. 16-та кезінде риск айту керек, бұл жер болмайды. Біз бәрі қырғын халық үйлерінің бәрін салып қойды, документ беретініне беріп қойды. Алады да 22-23 жылдар бұл жерге болмайды дейді. Ол дұрыс емес қой. Жаңағы сұраққа жауап берейікші. Мына кісілер қалай рұқсат алады да, мына кісілер қалай ала алмайды? Мен оң жағым, сол жағым салып 2021 жылға дейін бізде рұқсат берілді. Мана халықтың жағдайына кіріп, положениемен қалалық сәулет. Қазір бұрында екі бөлім болды. Атырау қаласы жер қатынастар бөлімі, сәулет және қала құрылысы бөлімі. Сол кезде сәулет және қала құрылысы бөлімінің басшысымен бұл кісіге рұқсат берілген. Айтып отырмын ғой, 22 жылы соттың шешімдері мана біздің кезінде берген рұқсаттардың күштерін жойып тастады. Енді қараңыз, біздер қазір уақытта бұл кісіге рұқсат береміз, тағы да бұл кісілерге қазір уақытта береміз. Кастранцияны жойып тастай беретін болса, бұл кісілерге тағы да шығын келеді ғой. Біз сол себептен бастап құрылыс салмастан бұрын қазір уақытта осы манағы заң нормаларын, ережелі жиынтығын соны басшылыққа ала отырып, Кастранцияның мана бізге берген, кезіндегі берген соттың шешімін басшылыққа ала отырып, біздер рұқсат беруден бас тартып отыр. Қазір уақытта бұл жерде қателеспесем 600 мм труба өтіп жатыр. Оның ереже жиынтығына сәйкес 150 метр ара қашықта не болу керек? 150 метр ара қашықта құрылыс болу керек. Мұнай құбырының әр осінен 150 метр, мына жағынан 150 метр, мына жағынан санитарлық өзінің зонасы бар. Ал бұл жер қанша қашықтықта тұр? Қателеспесем кіріп тұр бұл жер. 70-80 метр жақындықта жатыр. Жоқ, 93. Енді әркімдікі әртүрлі. Себебі біреу үйді жақын салады, біреу артқа салады. Бізде нақты ақпарат жоқ қазір уақытта қанша жер учаскелері екен. Сол 12 үйді ғана алып тұр ма, 15 үйді? Жоқ, бұл жоқ. Бізде Кеңғияқтан келді, Кеңғияқ Самара дейтін. Мана Ақжар, былай Ақсай былай қарай кетіп бара жатыр. Алмалыға кетіп бара жатыр, ары қарай неге қарай кетеді? Магистрал. Басқа жақтарда проблема бар ма бұндай? Бар, барлық жерде, тек бұл жерде емес. Ақжарда бар, Ақсайда бар. Алмалыда бар, Берекеде бар, памятник. Үйлерін салып қойып тұрған адамдар бар ма? Бар, иә. Үйлерін салып алғандар бар енді рұқсатсыз. Рұқсат берген ғой, кезінде рұқсат берген. Әркімдікі әртүрлі.